Сәлем, бұл Вайпуфая арнасы. Бұл арнадан біздің күншығыс елі Жапониядағы саяхаттарымызды көре аласыз. Сонымен достар, біздің Тоттори префектурасындағы саяхатымыз жалғасуда. Байқасаңыздар, бүгін Тоттори қаласының көшелерінде қыз-қыз қайнаған бір қозғалыс болып жатыр. Түрлі түсті киім киген адамдар көп. Орталық көшелерде көлік қозғалысы тоқтатылған. Қала тұрғындарының бәрі осында жүр. Әр бұрышта әртүрлі қимылдарды қайталап жаттығып жатқан топ-топ адамдар. Қолына камера ұстаған бұқаралық ақпарат құралдары. Бүгін қала неге мұндай қарбалас десек? こちらは鳥取シャンシャン祭りです。今年で51回目を迎える、このお祭りは、この地域は温泉がたくさん出る地域なんですけど、もっともっとシャンシャンお湯が湧くようにという意味を込めて、この傘の、鈴の音シャンシャンを、みんなで踊って、そのたくさんお湯が湧くようにということを願っているそうです。これは、会社の仲間だったり、学校の、仲間だったり、そういう人たちが、連という、チームを組んで、このお祭りに参加します。で、そのチームで一緒に練習をしたりとか、一緒に教え合ったりすることで、そのチームの、仲が深まって、人と人との関係が良くなって、それで、お祭りも成功するし、仕事や学校でもその人のつながりがいい影響を、もたらしてくれるという意味で、すごく、お祭りを通してみんなが仲良くなるという、ことがあります。Шан-Шан фестивалі туралы сәл-пәл ақпарат алдық. Енді оның тарихына үңіліп көрейік. 1961 жылы аймақтағы сауда мен өндірісті дамыту мақсатында осындағы Хиджири және Оомори ғибадатханаларының мейрамы аясында Тоттори фестивалі дүниеге келді. Бірақ ол фестиваль қала ішіндегі шеру түрінде өткендіктен, оған қарапайым тұрғындар қатыса алмайтын, әрі ол онша көңілді өтпейтін. Сондықтан осы аймақтың ежелден келе жатқан Инаба елінің қолшатыр биі атты биді сол заманға сай етіп өгіндеп, көпшілікке танымал ету шешімі қабылданды. Сонымен 1964 жылы Тоттори қаласы әкімдігінің жаңа ғимаратының сәтті салынып біткеніне орай Кинансе Буши деп аталатын жергілікті биді жаңаша өңдеп, көпшілік назарына ұсынды. 1965 жылдан бастап бұл шара Шан-Шан фестивалі деп аталды. Шан-Шан деген ыстық бұлақтан су шыққанын және қоңыраудың сыңғырын бейнелейтін дыбыс. Қазіргі таңда бұл фестивальде 4 негізгі би биленеді. Жыл сайын бұл фестивальде 4000-нан аса адам қатар түзіп би билеп қаланы құлпыртып жібереді. 2014 жылы 50-ші мерекелік Тоттори Шан-Шан фестивалі қолшатырмен билейтін ең ауқымды қойылым ретінде рекорд орнатқан. Қазір бұл мейрам ел ішіндегі ең танымал мейрамдардың бірі саналады. Бұл мейрамға еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін қатысады деуге де болады. Бұл биде қолданылатын қолшатырдың қаңқасы бамбуктан жасалып, қызыл, көк түсті қағаздармен және алтын, күміс түсті жолақтармен безендіріледі. Қаңқаға қоңыраулар бекітіледі. Қолшатырдағы әр түстің өзіндік мәні бар. Мәселен, ақ түс Тоттори құмды дөңдерін, көк түс Жапон теңізін, күміс түсті ромбылар балықтың судан секіріп шыққан бейнесін білдірсе, қызыл түс пен алтын түс көпшілікті, қаланың жандануын, адамдардың бірігуін білдіреді. Ал қолшатырдың төбесіндегі ақ қағаздан жасалған басы
Біздегі тасаттық рәсімі секілді Құдайдан жаңбыр тілеу дегенді білдіреді. Негізі не айтуға болады, өте тамаша фестиваль. Бізде де осындай неше түрлі адамдардың бастарын біріктіру үшін осындай фестивальдар өткізсе өте жақсы болады деп ойлаймын. Олар тек қана осындай бір көңіл көтеруші ғана емес, осы ішіндегі компаниядағы мектептегі бірігеншілікті адамдардың ынтымақтастықтарын жақсарту үшін жасайтындықтан бізде де Қазақстанда болса күшті болады деп ойлаймын. Және жапондардың осындай қыста да күздегі жылдың 4 мезгілінде осындай әртүрлі қалаларында, әр префектура, әр қала өзінің бірегей бір фестивальдерін өткізіп тұрады. Және сол фестивальдер қалаға туристерді де қызықтыру үшін, қаланың өмірін жандандыру үшін, және қала тұрғындарының ауызбіршілігін арттыру үшін осындай фестивальдер өткізіп тұрады. Және осындай фестивальдерді неге өзімізде өткізбеске деген ой келеді. Қазір мына жердегі атмосфера өте қызық, өте шулы, керемет атмосфера. Мына жерге тек қана көргісі, негізі мына жерге кез келген адам келе алады, осы бәрі тегін болып табылатындықтан. Бірақ осы жерге келетін адамдар көбінесе өзінің туысқандарын, достарын және тағы басқа өзінің жақын адамдарын қолдау үшін де келетін адамдар өте көп. Бір-біріне өстіп, сәлем деп айтып жатыр. Өте күшті. Және билеп жүрген адамдардың да бір биді осы көше бойына билеп шығу керек. Қайта-қайта арасында үзілістері бар. Және сол кісілерді қолдау үшін де олармен бірге жұмыс істейтін адамдар, бірге оқитын адамдар оларды қолдап тұрады. Осындай керемет фестиваль. Тағы бір айта кететін жайт, фестивальде қолданылатын қолшатырдың бәрін қала тұрғындары өздері жасайды. Алдымен зауыттан бамбуктан жасалған қолшатыр қаңқалары жеткізіледі. Сосын оның бетіндегі қағазды әртүрлі түске бояп кептіреді. Содан соң оған алтын және күміс түсті қағаздар жапсырады. Қолшатырды жапқанда бір-бірінің үстіне жиналып қалмайтындай етіп, таяқшаларға қоңыраулар бекітіледі. Таяқшалардың ұшына жылтыр жолақтар бекітіледі. Және ең соңында ақ қағаздан жиналған қолшатырдың басы орнатылады. Мінеки, фестивальде мәресіне жетті. Тотторидің тұрғындары толассыз энергиясымен және жарқын көңілімен біздің бойымызға да күш-қуат құйып жібергендей болды. Фестивальдің соңында жиналғандар бишілерге алғысын білдіріп, бәрі үйді-үйіне керемет көңіл-күймен тарқасты. Ал достар, осымен Тоттори префектурасындағы саяхатымызды тәмамдадық. Автобусқа отырып, келесі бағытымызға жол тарттық. Ал келесі бағыт дегеніміз Хирошима префектурасындағы Хирошима қаласы. Ендеше, келесі видеода көріскенше.